Ленин негізі исламнан алған, Құраннан үйренген деп айтады. Әл-Хорезми, Әл-Бирюни. Біздің ғасырлардан бойы келе жатқан бабаларымыздан ақылды емес, ол біліп қойсын. Құран ескінің кітабы, бұл тек арабтарға түскен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзатқа келген елші. Оралының барында ойнада күл, ойнамаған күлмеген не біледі деп. Несерьезный халық болып кеттік өкінішке. Шекспирдің кітабын түгел жаттап алыпты деген адам жоқ шығар, иә? Бұл кітапта ешқандай күмән күдік жоқ. Метерліктер түскен кезде соларды жаңағы майда-майда бөлшектерге бөліп жібереді екен. Егер тек арабтарға түскен дін болатын болса, біріншіден осыншалықты өміршең болмас еді. Соның әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар екен да. Біреуі жаңағы олар Құранды пікірлемейді ме? Бүкіл адамзат баласына емес деген сияқты бір жаңсақ пікірлер бар сонда да. Ол фарз айын деген әрбір момын мұсылман орындау керек міндет. Масаның да үстінде өзінің биті болатынын анықтаған екен да. Бірақ 14 ғасыр бұрын Алла тағала осы мәселеге мән беріп кетіп жатыр. Демек, бұлттың арасынан өткен уақытта самолет белгілі бір деңгейде дірілдейді. Неге? Себебі тонна су. Бүкіл ғылымның негізін мұсылмандар қалаған деп. Бір-екі сын айтатын адам, ол миллиардтаған халықтан ақылды емес. Бәзі біреулер айтып жүргендей, ислам, Құран, ғылым мен техника қарсы кітап емес қой. Әлде олардың жүректері жабылып қалған ба, құлттанып қалған ба? Жан дүниелері бітеліп қалған ба деп жазғырады. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Құран және ғылым жобасының аясында мінекей ютубқа арналған арнайы подкастты шығарып отырмыз. Бүгінгі алғашқы подкастымыздың қонағы Алматы қалалық Төле би мешітінің бас имамы, Нұр Мүбарак Египет Ислам университетінің ұстазы, PhD докторы, 7 қырағаттың егесі, белгілі қари Еркінбек Шоқай мырза. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Алғашқы тақырыбымызда біз енді Құранға байланысты алдық, Алланың жаратылыстары жайлы ойлануға байланысты алдық. Бірақ алғашқы сұрағымызды осы қасиетті кітабымыздан бастасақ, бұл кітап несімен қасиетті, қай кезде түсті, біз үшін, адамзат үшін қандай рөлге ие, осыдан бастасаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Құран бірінші анықтамасы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жәбірейіл алейхиссалам арқылы Алла тағаланың түсірілген сөзі, кітабы. Яғни бұл Алланың сөзі болған қасиетті кітап. Құран қараа деген сөзден шыққан. Қараа деген оқу деген сөз. Яғни әріптерді жинау деген сөз. Себебі бұл кітапта мынау арабтың әріптері жиналған, арабтың әріптерінен құралған сөздер. Бірақ ол Алланың сөзі, әріптер болса да бұл арабтың әріптері, араб тілінің яғни. Сондықтан бұл кітапты Алла тағала өзінің сөзімен Құран деп атаған. Ал енді қашан түсті? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 40 жасқа келгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекше тұлға болғаны белгілі. Хира үңгіріне шығып, Алла тағала пайғамбарымызды бала күннен әртүрлі адасудан, әртүрлі қателіктен, күнәдан сақтап тәрбиелеген. Ол жөнінде сирада, тарихта оқиғалар өте көп. Сөйтіп 40 жасына келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хира үңгіріне Нұр тауындағы шығып, сол жерде құлшылық жасайтын болған. Ятаханнас дейді. Ятаханнас дегені, яғни сол жерде тапжылмай Аллаға, жалпы жаратушыға жалбарынатын болған. Сол Хира үңгірінде, енді бұл барлығы да Алланың қалауымен болып отқан іс-әрекеті ғой. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың әмірімен келіп, ең бірінші әмірі оқы деген болған. Оқы. Бұл ең алғашқы Алла тағаланың тарапынан пайғамбарымызға түскен аят. Сен өзіңді жаратқан Раббыңның атымен оқы. Және бұл Құрандағы
Алақ сүресі немесе Иқра сүресі дейміз. Алақ яғни ұйыған қан сүресі немесе оқы сүресі ғой. Былай қарағанда осы Құран ол оқы деген сөзбен басталып тұр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 40 жасы хижрадан 13 жыл бұрын. 13 жыл бұрын. Содан ары қарата Алла тағаланың әмірімен әр кезде бір оқиғалардың жаңағы желісімен немесе ешқандай оқиға болмай-ақ Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 23 жыл бойына бұл Құранды әкеліп жеткізіп үйретіп отырған. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Құранның келуі вахи деп аталады. Вахидің берілуі пайғамбарымызға әртүрлі жолмен болған. Бірде жаңағыдай Жәбірейіл алейхиссалам өзінің кейпінде келіп оқытатын болған. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түс көретін болған, түсінде вахи берілетін болған. Бірде Жәбірейіл алейхиссалам адамның кейпінде келіп үйрететін болған. Міне осындай әртүрлі жолмен, енді ол Құран ғылымдар кітабында вахидің түрлерінің барлығы баяндалған. Міне осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың тарапынан Жәбірейіл алейхиссалам арқылы келген өзінің сөзі. Ал енді Құранның мақсаты не дегенде, Алла тағала Құранның мақсатын бірнеше аятта бізге түсіндіреді. Ең бірінші Бақара сүресінде айтады. Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Заликал китабу ла райба фихи худан лил муттақин. Бұл кітапта ешқандай күмән күдік жоқ. Күмән күдік жоқ, яғни оның Алланың сөзі екендігіне ешқандай күмән күдік жоқ, біріншіден. Сосын ешқандай күмән күдікке бұл кітапқа қатысты сендер түспеңдер деп ескерту жасап тұр. Ол тақуаларға тура жол. Тақуаларға, яғни Құдайдан қорқатын, Құдайға сенгендерге ол тура жолды, ең дұрыс позицияны, дұрыс ұстанымды көрсететін кітап. Тағы бір аятта түзелгісі келетіндер жүргісі келетіндерге. Инна хадал Құр'ана яхди лиллати хия ақуам. Ва юбашширул муъминина аллазина яъмалуна ас-салихати анна лахум ажран хасан. Бұл кітап ең дұрыс жолға бастайды деп тұр. Ең дұрыс жол. Бұл Құран шын мәнінде ең дұрыс жолға. Яғни кім ең дұрыс пікірді, ең дұрыс ұстанымды, ең дұрыс бағытты білгісі келсе, ұстанғысы келсе, демек Құран соны көрсетеді деп тұр. Сосын ізгі амал жасаған момын мұсылмандарды ерекше сауаппен, ерекше сый сияпатпен, көркем сый сияпатпен сүйіншілейтін кітап деп тұр. Машалла. Себебі ең бірінші аяттар оқу. Біз Кеңес одағының тұсында Лениннің сөзін қойып әрбір класста тұрдық, оқу және оқу деп мысалы. Не үшін? Себебі білімге халықты үндеу керек, ол бір идеология болды. Осы біліммен, оқумен мынау Совет өкіметінің қарамағындағы қоғамдарды, халықтарды тәрбиелеу деген секілді мақсатта солай қойып қойды. Біз сонымен белгілі бір деңгейде сол кездегі жүйені мойындадық, сол кездегі жүйеге бағындық. Міне бізді білімге, ғылымға шақыратын жүйе деп. Бір жағынан соның нәтижесінде білім алу, орта білім алу тегін болып, ешбір сауаты жоқ бір жаңа қазақтың баласы қалған жоқ. Ал енді Құран бұл коммунистік, атеистік жүйеден бұрын, 14 ғасыр бұрын Құран оқумен бастап тұр. Лениннен бұрын айтып тұр сонда. 14 ғасыр бұрын. Біз ол Лениннің бізге жаңағы айтқан оқу және оқысы жаңалық емес. Көрдіңіз бе? Енді сонымен қатар, бірақ ол Ленин Раббың деген сөз алып тастап тұр да. Содан алып тұр ғой, негізі содан алып тұр. Кейбір жаңағы мамандар, сарапшылар айтады, Ленин негізі исламнан алған, Құраннан үйренген деп айтады. Енді оны бір Алла біледі, енді мен себебі Ленинмен бірге осы сөзді ойлап тапқан уақытта болған жоқпын, қайдан алған. Бірақ ұштасып тұр, екеуі бір-біріне ұқсап тұр. Көрдіңіз бе? Ленин де осыны айтып тұр, а біздің Құран 14 ғасыр бұрын осыны айтып кеткен. Демек, бұл Құранның, ғылымның, білімнің кітабы екендігін білдіреді біріншіден. Сосын Құран
вақур робби зидни илма деген дұғаны үйретеді. Таха сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға әмір етіп тұр. Сен айт, Раббым менің білімімді арттыр деп Раббыңнан сұра дейді. Илма, ілімімді, білімімді, ғылымымды арттыр деп. Енді осы ғылым, білім деген осы сөзге келгенде тәпсір ғұламалардың барлығы айтады, бұл жерде адамзатқа пайдасы болатын білім ғылымның барлығы дейді. Тек қана шариғат білімі, ол Құран мен хадис білімі емес дейді. Архитектура, инженерия бүкіл барлығы. бәрі кіретін болып тұр. Иә. Керемет. Сосын арабтар жалпы қараңғы халық еді ғой. Исламнан бұрын арабтар әлемде жалпы олардың осыншалықты орны болған жоқ. Арабтар. Исламнан бұрын олар ғылымның, білімнің халқы болған жоқ. Ислам келгеннен кейін арабтар мынау тарихтың сахнасына шықты. Осы Құранның, исламның тәлімімен арабтар орта ғасырда ең ғылыми тұрғыдан дамыған қоғамға, елге, сондай халыққа айналды. Солай емес пе? Исламнан бұрынғы жағдайы арабтардың ондай Рүстем жаңағы елшісі кімнің? Түріктердің, парсылардың. Сол айтты ғой. Сендер ешқандай бізбен таласпайтын едіңдер. Парсыларға шабуыл жасаған кезде Хазіреті Омардың әскері. Ешқандай өздеріңмен өздерің жатқан едіңдер. Неге біз кеп мазалап жатсыңдар деген уақытта сендер мүлдем білінбейтін едіңдер ғой деп солай айтты. Арабтардың бұл сол кездегі тарихтың жалпы әлемдік аренадағы орны жоқ еді олар. Мұсылманшылық, ислам келгеннен кейін, Құран келгеннен кейін бұлар жан-жақты тарихтың сахнасына шықты. Көрдіңіз бе? Білімге ұмтыла бастады ғой, иә? Мысалы, аббасидтердің уақытында әрбір жаңағы бір ғылыми кітапты аударған, немесе ғылыми еңбекті жазып келген ғалымға аббасидтер сол кітабының салмағындай алтын сыйлап отырды. Гонорар. Бұл тарихта белгілі. Ғылымға, білімге қалай көңіл бөлді. Бүкіл мынау қазір ғылыми жаңалықтар бар ғой, біз соны негізге алып мынау халыққа, елге мысалы қызмет етіп жатырмыз. Медицина болсын, мысалы алгебра болсын, бастауының барлығы бізде исламнан шығып отыр ғой. Медицина дегенге көпшілігіміз мән бермейміз. Түбірі қайдан шығып тұр бұның? Түбірі қайдан шығып тұр, Нұреке? Білеміз бе? Медицина. Медикал дейміз мысалы үшін, ағылшыншалап. Қайдан шығып тұр? Медцентр дейміз мысалы. Медцентр дейміз. Медцентр енді медициналық центр ғой. Медицина деген термин. Бұл атақты Ибн Сина ғой. Дұрыс па? Атақты бұл саладағы ең барлық әлем мойындайтын ғалым ол Ибн Сина. Ибн Сина мұсылман болған. Біздің әлемнен шыққан, ислам әлемінен. Медицина ол мәдәду сина деген сөз. Мәдәду сина. Мәдәд деген ол біздің қазақтың медет деген сөз содан шыққан. Ол көмек деген сөз, жәрдем деген сөз. Яғни ол синаның жәрдемі, ауырып жатқан адамға келетін синаның жәрдемі. Керемет. Содан келді, мысалы үшін медицина деген кәдімгі ғылыми термин қалыптасты. Алгебра, мысалы, бәріміз алгебра дейміз. Оның түбіріне ол әл-жәбір. Әл-жәбір ол Хауаризмидің несі? Кәдімгі ғылыми сол өзінің жаңағы несіне атаған атауы осы алгебра саласында. Енді мен ол алгебраның, математиканың маманы емеспін, бірақ ол әл-жәбір деген сөзден шығып тұр. Әл-жәбір деген ол міндетті болатын қағида деген сөзді сондай мағынаны беретін. Әл-Хорезмидің несі ғой былайша айтқанда, ғылыми еңбегі. Ғылыми сондай ашқан өзінің бағыты, сонымен соған әл-жәбір деп ат қойған, біз оны кейін алгебра дейміз мысалы үшін. Арғы аты айтсаңыз, біздің орта ғасырда ғылымға қосқан үлесіміз өте көп. Біздің ғылыми сағатты ойлап тапқан ең бірінші мысалы мұсылмандар. Европада бір корольға арнайы біздің жаңағы ислам әлемінде ойлап табылған сағатты жіберген уақытта, анау сағат үлкен болған енді. Ол қазіргі сағаттар секілді кішкентай болмаған. Ана сағаттың тық деп соғып тұр, уақытты нақты көрсетеді. Астына бір түсіп, үстін қарап, жанын қарап, Европаның корольдарының бірі кәдімгі таң қалған. Не деген жаңалық мынау деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан сосын бізде мына
қоғамға, елге, халыққа керекті бір саланың маманының болуы шариғат бойынша фарз кифая. Шариғат бойынша ол құпталатын, иә? құпталатын емес. Парыз кифая деген не ол? Парыз міндетті болған амал екіге бөлінеді. Парыз айн, парыз кифая. Ол фарз айн деген әрбір момын мұсылман орындау керек міндет. Әрбір момын мұсылман. 5 уақыт намаз, әрбір момын мұсылман 5 уақыт намазды оқу керек. Сол секілді ораза ұстау, әрбір момын мұсылман ораза ұстау міндет. Ал бірақ әрбір момын мұсылманның осы елде болып жатқан бір жаназа намазына барып қатысу шарт емес. Жаназа намазы момын мұсылмандардың белгілі бір тобы барып оқитын болса, сөйтіп дұға намазына қатысатын болса, қалған мұсылмандар мойнынан түседі. Ал ешкім, бір мұсылман қайтыс болды, ешкім барып жаназасын оқымаса, анау жаназасыз кететін болса, онда бүкіл мұсылмандар күнәһар болады. Бұл белгілі бір адам орындаса, қалғандардың мойнынан түсетін міндет. Сондай міндеттер бар, мынау әрбір саланың маманының болуы. Мысал үшінге, біздің қоғамға қажетті деңгейде медицина саласының мамандарының болуы, дәрігерлердің болуы фарыз кифая. Ешбір қоғамнан, мынау біздің арамыздан ешбір адам барып осы медицина саласында оқымаса, маман болмаса, біздің мынау қоғамда кейбіреулер ауырған кезде оны емдейтін бізде маман ешқандай болмайтын болса, онда бүкіл қоғам күнәһар болады. Оны белгілі бір топ барып меңгерді, біздің қоғамға жететіндей мамандар дайындалды, қалғандардың мойнынан түседі. Яғни осылай шариғатпен, сол секілді архитектура саласында құрылысшылардың, біздің қоғамға жетерліктей құрылысшылардың дайындалуы, болуы, ол фарз кифая. Керемет. Ешкім орындамайтын болса, онда күнәһар болады. Демек, химия болсын, басқа қай саланы болса да айта берсеңіз болады. Демек, біздің дініміз осылай мынау әрбір саланың ғылыми бағыттардың дамуын парыз қылып, міндет қылып бекітіп қойған. Керемет. Бірақ кифая. Ереке, осы жерде бағана айтып кеттіңіз, Құран келгелі ғылым дамыды, негізі қазір ғылым Европада дамыған, Қытайдан келген деген сияқты пікірлер айтылды, бірақ негізгі бастау бұлағы сол бұрын мұсылмандардан келіп тұр ғой. Өзіңіз айтқандай, жаңағы медицина бар, Әл-Хорезми, Әл-Бируни, тіпті жаңағы ұшақты да алғаш ойлап тапқан мұсылмандар деген пікір бар да қазір. Енді сізге қойылатын келесі сұрақ, мәселен бағана өзіңіз айтқан Құранның алғашқы аяттары, жаңағы оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен деп басталды ғой. Содан кейін жаңағы қаламмен үйретті деген бар ғой, иә? Осыған бір тоқталсаңыз. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам. Алламал инсана ма лам я'лам. Қаламмен үйретті деп тұр ғой, осы жерде. Иә. Енді осы жерде аудармасын айтайын. Иә. Мысалы, мынау ненің жаңағы Кембридж сияқты, Оксфорд сияқты университеттің ғалымдарының зерттеуі бойынша адам баласы, мысалы, өздеріңіз сияқты имамдардан, басқа да ұстаздардан дәріс алған кезде тек қана қарап тыңдап отырып кетіп қалса, оның жадында көп нәрсе сақталмайды дейді да. Егер жазып отырса, түртіп отырса, мына жерін айтты ғой, мына аятты айтты ғой, мынандай бір хадисті айтты ғой деп отырса, онда ол жадында көбірек сақталады деп дәлелдеген екен жаңағы ғалымдар. Бұл жаңағы қаламмен жазып үйреттім деген аят арқылы Алла тағаланың бір мұғжизасын көріп тұрған сияқтымыз. Осыған қалай ойлайсыз? Алла тағала жаңағы алғашқы 5 аятты оқып шықтым ғой. Иә. Сені жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді, бірінші аят. Сосын ол адам баласын қаннан жаратты, үйған қаннан жаратты дейді. Алақ. Шын мәнінде біз ананың құрсағында үйған қан болатын кезеңіміз бар. Әлі толық адам кейпіне кірмей тұрғанда. Яғни Алла тағала осы жерде белгілі бір деңгейде тағы да бір ғылыми мәселеге мән беріп, соған бір ишарат беріп кетіп жатыр, меңзеп кетіп жатыр. Яғни ол біз өтіп кете береміз, бірақ шын мәнінде, мысалы үшінге адам баласы, ол шын мәнінде қан болатынын, адамның қалай дамитынын, оны мынау әйел затының құрсағында баланың даму сатыларының барлығын зерттемей, оны біле алмайды. Бірақ 14 ғасыр бұрын Алла тағала осы мәселеге мән беріп кетіп жатыр. Демек, адам баласының
бастауы осылай, сендер дұрыстап өздеріңе үңіліңдер, өздеріңді зерттеңдер деген бір ишарат. Керемет. Сосын айтады, иқра раббукал акрам. Оқы дейді, тағы келіп жатыр оқы деген. Оқу ол өте маңызды екендігін бір сөзді мысал үшінге бір тапсырманы бастық 2-3 мәрте қайталап айтатын болса, демек ол тапсырманың өте маңызды екендігін білдіреді. Әдетте. Ал егер бір рет айтып сөздің арасында кете салса, демек ол қайталанған тапсырмаларға қарағанда сәл маңыздылығы төмен деген сөз. Бұл жерде оқудың қаншалықты маңызды екендігін білдіру үшін екінші аят келіп тұр. Сенің Раббың аса құрметті, ұлы, сен оқы деп тағы да ескертіп тұр. Сосын айтады, ол қаламмен үйретті дейді. Бұл жерде қаламның қаншалықты рөлі бар, қаламмен жазудың қаншалықты маңызды екендігін тағы да Алла тағала үйретіп отыр. Алла тағала соны меңзеп отыр. Жаңа ғалымдар жаңалық ашты, солай қаламмен жазудың қаншалықты маңызды екендігін Европа ғалымдары ескертіп жатыр. Ол арабтар айтып кеткен. Айтады, әл-қираату сайдун вәл китабату қайдун дейді. Ол кәдімгі арабтардың, біздің мұсылмандардың ғасырлар бойына айтып қайталап жүрген қарапайым мәтелі бұл. Яғни ол оқу дейді, жай ғана аулау дейді. Аулау бір аңды, немесе балықты. Ал жазу дейді, сол аңды, балықты байлап қою дейді. Керемет. Көрді? Жазу болса да қаламмен болады ғой. Иә. Яғни сенің білімің, үйренуің қаламсыз мүмкін емес деп Алла тағала ескертіп отыр. Сен жай ғана оқумен бір нәрсені үйрене алмайсың. Оқумен бастайсың, ары қарата сен жазуың керек. Ол қаламмен үйретті дегені, яғни осы жерде қаламның Алла тағала қаншалықты маңызды екендігін, және мынау Құранды жазуда қалам қаншалықты рөл атқару керек екенін меңзеп отыр. Керемет. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жазушы сахабалар болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды сахабаларға жаттатып үйретті. Сонымен қатар өзіне уахи түскен кезде жазушы сахабалардың Хазіреті Али, Убай ибн Кааб секілді жазушы сахабалар болды. Солар шақырып алып Құран жаздыратын болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірден өткеннен кейін Әбу Бәкір радиаллаху анхудың уақытында сол жазылған нұсқалар бір жерге жиналды. Хазіреті Омардың қайта барып жаңағы қоймай кеңес беруінің нәтижесінде сол жазылған, біреуі жаңа теріге жазылған, біреуі мысалы тақтайға жазылған, біреуі жаңа құрманың қабығына жазылған. Міне осындай нұсқалар сол бір жерге жиналды. Жазылу арқылы жетті ғой сонда Құран бізге? Құран жазылу арқылы жетті, біріншіден. Енді Құранды Алла тағала Құран айтады ғой. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз бұл зікірді, Құранды түсірдік, біз оны өзіміз сақтаймыз дейді. Алла тағала өзім сақтаймын деп оған кепіл болған да. Оны сақтаудың жолдарын Алла тағала түрлі етіп жаратып қойған. Ең бірінші жазып сақталып тұр. Одан кейін мұсылмандар жүрегінде сақтайды Құранды. Өздерінің қасиетті кітабын жаттаған, мыңдаған, миллиондаған маманы бар, ешқандай үммет жоқ. Біз оны таба алмаймыз. Тек қана Алла тағала оны Құранға ғана нәсіп еткен. Кәдімгі жадында, көкейінде жаттан сақтайды. Кітаптың мына мұқабасынан соңғы мұқабасына дейін. Мысалы Шекспирдің кітабын түгел жаттап алыпты деген адам жоқ шығар, иә ондай? Шекспир болсын, басқа қасиетті кітапты, Шекспирді қоя беріңізші, басқа қасиетті кітаптарды біз таппаймыз. Мүмкін бір-екі гений шығу мүмкін, ол қағидадан тыс, исключение дейді ғой. Бірақ жаппай кәдімгі қоғамда мыңдаған сол өздерінің қасиетті кітаптарын жаттаған басқа біз үмметті көре алмаймыз, басқа бір халықты көре алмаймыз. Сосын алламал инсана ма лам я'лам дейді. Бұл жерде тағы бір нәрсені Алла тағала үйретіп отыр да. Адам баласына оның білмегенін үйретті дейді. Тағы бір ишарат бар ғой, иә? Тағы бір ишарат. Керемет. Яғни бұл деген сөз сен адам баласына үйрететін Алла. Адам баласы әрекет жасайды, бірақ ғылымды мына көкейге сол әрекеттің нәтижесінде қондыратын Алла. Сен ойлама деп отыр, сен өзім біліп алам деп.
менің ақылым бар, менің осындай қырғын еңбекқорлығым бар, менің көп оқитындығым бар, бір күннің ішінде 2 кітап 3 кітап тауысып тастаймын деп сен ондай тәкаппарлыққа түспе. Саған үйрететін Алла. Егер Алла тағала сенің көкейіңе бермесе білімді, ғылымды, онда сен үйрене алмайсың. Сен кімсің? Туылған кезде мысалы үшін сен ешнәрсені білмейсің, не сөйлеуді білмейсің, не ойлануды білмейсің. Бірақ бірден анаңның омырауын тауып аласың. Туыла сал. Кім оған бағыттады сені? Алла тағала көкейіңе сол инстинктті салмаса, ол кішкентай сәби анасының омырауын туыла салып қалай тауып алады? Көрдіңіз бе? Міне осыдан бастап Құдайдың бізге үйретуі басталып тұр. Тағы бір аятта Алла тағала айтады: "Ваттақуллаһ ва юаллимукумуллаһ" дейді. Сендер Аллаға тақуалық қылыңдар, Алла сендерге үйретеді дейді. Сондықтан біз еңбектенеміз, біз оқимыз, біз әрекет жасаймыз. Ал шын мәнінде өзімізге, мынау жан-жағымызға, қоғамға, үмметке, ақиретімізге, дүниемізге пайдалы болатын ілімді біздің көкейімізге қондырып беретін Құдай. Әрекетке орай берекет дейсіз ғой. Иә. Керемет. Енді Ереке, бір ағамыздың айтқаны бар еді. Бір үйге қонаққа бардық дейді. Сосын қонақтар тарқағаннан кейін жаңа үйдің егесі бір бөлмеге кіріп қалсам ойланып отыр екен дейді. Мен бұндай құбылыс дей ма, бұндай жаңағы әрекетті қазір байқамаппын, өйткені көбіміз ойланбайтын болып кеттік қой қазір дейді. Шынында адамда әлеуметтік желі, Инстаграм, ТикТок, Ютуб деген сияқты бізді ойландырмай тастаған сияқты да. Енді осыған қатысты Құранға қайта оралатын болсақ, Құранда Алла тағала не себептен бізге ойланбайсыңдар ма дегенді көптеген аяттарда келтіреді. Осыны бір түсіндіріп берсеңіз. Біздің ерекшелігіміз басқа хайуанаттардан, басқа жаратылыстан біздің ақылымыз ғой, парасатымыз, санамыз. Біздің ерекшелігіміз сол. Болмаса ішкісі келетін, жегісі келетін, демалғысы келетін, ұйықтағысы келетін, қуанғысы келетін, ләззат алғысы келетін қасиет, ондай табиғат барлық жануарларда бар. Бірақ оларда, сондықтан бізді айтады, хайуанун натиқ дейді. Сөйлейтін хайуанбыз біз. Сөйлейтін, яғни жануармыз, жаны бар жаратылыспыз. Сол ақылдың, парасаттың, сананың негізінде. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл ерекшелігімізге Алла тағала Құранда қайта назар аудартады. Құранда өте көп. Да қажет болатын болса Құранның 1/3 осы біздің ерекшелігімізді қайта еске алады. Афала يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Олар Құранды пікірлемейді ме? Әлде олардың жүректері жабылып қалған ба, құлттанып қалған ба? Жан дүниелері бітеліп қалған ба деп жазғырады. Неге пікір? Лааллакум татафаккарун, пікірлемейсіңдер ме? Лааллакум тағқилун, ақылға келмейсіңдер ме? Лааллакум татазаккарун, сендер зікірлемейсіңдер ме, кішкене саналарыңды қозғамайсыңдар ма, естеріңе алмайсыңдар ма? Өте көп. 1/3 себебі ол біздің ерекшелігіміз. Осымен де көрсетеді бұл Құран, біздің дініміз, ол ақылдың, парасаттың діні. Жай дін емес. Сондықтан Алла тағала көп аяттарда мынау жаратылысты, Алла тағаланың жердің бетіндегі құдіретін, соны пікірлеп, соған дұрыстап үңілуге, соны дұрыстап ұғынуға бізді шақырады. Сонымен біз Құдайдың құдіретін одан сайын ойланып, пікірлеу, дұрыстап ұғыну арқылы біз Құдайдың құдіретін көбірек мойындаймыз, Құдайға көбірек жақындаймыз. Өкінішке орай қазір біз аз ойланамыз. Ойлануға себебі неге? Ойлануға кедергі болатын бізде факторлар өте көп деп ойлаймын. Ойлануға кедергі болатын. Ең негізгі мәселе, біз соңғы уақытта сондай кішкене несерьезный халық болып кеттік, өкінішке орай. Несерьезный халық болып кеттік. Ол ойлануға бізді апармайды. Біз әшейін жай мынау жаңағы күлкі, ойын, соның айналасынан шыға алмайтын болып кеттік. Осы соңғы 1-2 жылда ғана кішкене біздің қазақтың түсіріп атқан фильмдері кішкене байсалды тақырыптарды көтере бастады.
Оян қазақ секілді мысалы. Алдыңғы біздің қазақ фильмнің немесе жалпы қазақ кино индустриясының бүкіл өнімдерінің барлығы комедия. Комедия, өлең. Біз мысалы үшінге бүкіл біздің мынау бағдарлама, телебағдарламалардың барлығы осы өкінішке орай шоу-бизнестің айналасындағы адамдардың несіне шықпайды. Басқа байсалды саланың адамдарын шақырып, соларды көбірек насихаттап, соларды көбірек мысалы жаңағыдай телеарна беттеріне шығару деген бізде аз болып кетті соңғы уақытта. Шоу-бизнесте кім мысалы үшін жаңағы подписчигі көп, сол шығады. Кім мысалы үшін өзінің парақшасына көбірек күнделікті жаңағы өзінің нелерін шығарады, күнделікті жаңағы қызықты өмірлерін, күлкілі өмірлерін. Сторис дейді ғой қазір. Соларды мысалы үшін біз көріп, соларды бақылап, сосын бір әнші, бір актердің жеке басында бұл ажырасып қалса, сол мысалы үшін жаңағыдай бір нәрсе сатып алса, бір жаңағыдай біреумен бір көңіл қосып қалса, соны айналдырып алып кетеміз, сол бүкіл жаңалықтардың лентасында сол жүреді. Содан кейін бір несерьезный халық болып кетті. Ол несерьезный халық ойланбайды. Ең бірінші бір үлкен бір себептердің бірі. Яғни ойлануға, пікірлеуге кедергі болады. Біз өзімізге қарағанда, қоғамдық мәселеге қарағанда біреудің қазан ошақ басындағы әңгімесі қызық болып тұр. Сол нәрсе. Ал күлкі ғой. Біз егер мысалы үшін көбірек мынау халықты байсалдылыққа тәрбиелейтін болсақ, онда ойланады. Көпшілігіміз қалалық өмір. Қалалық өмірде біз пікірлей алмаймыз. Қалалық өмірде емес біз көпшілігіміз. Мысалы біз білеміз ғой, мықты жазушылар, мықты ақындар, керемет мысалы үшінге жаңағы туынды жазған, мынау керемет бейнелерді түсіріп, керемет мысалы үшін жаңағыдай теңеулерді жасап, өздері шығармашылық сондай бір жетістікке жеткен біздің тұлғаларымыздың мен кесіп айта аламын, 95% ауылдан шыққандар. Қалалық өмір ойлануға мұрша бермейді. Біз қалалық өмірде мынау Алла тағаланың ерекше жаратылысын көп өз бақылай алмаймыз. Этажүйлердің ішінде жүреміз. Өкінішке орай енді. Көрдіңіз бе? Қалалық өмірде белгілі бір деңгейде мынау ойлануға кедергі болатын бір факторлардың бірі секілді мен байқағаным. Керемет. Бұрын қазақтың өлеңдерінде де барады ғой, жаңағы Оралының барында ойнада күл, ойнамаған күлмеген не біледі деп. Сосын тағы бір мәселе бар да, күйбең тіршілік. Қашан қоғам тек қана мынау күнделікті нан табумен айналысып кетеді, ол кезде ойлануға мұршасы болмайды. Сонымен әлек болса, ойлануға мұршасы болмайды. Таң атады, кеш бата береді ғой. Себебі күйбең тіршілік бітпейді. Күнделікті мысалы үшін оның ойлануға, бір ғылыми жаңалықтарды ашуға, немесе қашан адам баласы күйбең тіршілік күнделікті нан табу мәселесі ғана емес, ол басқа байсалды мәселелермен айналыса бастайды, сол кезде көбірек ойлана бастайды. Бұл да үлкен бір қазір халықты, елді мынау ойланудан, бір ғылыми жаңалықтарды ашудан жаңағы кешіктіріп жатқан, соған бір кедергі болып жатқан факторлардан деп мен ойлаймын. Алаңдатып жатыр ғой былайша айтқанда. Әрине. Қатты. Енді Құранда бірнеше аят келтіріп кеттіңіз, және Құранды ашып қазақшасын оқып отырсақ, Алла тағала айтады, олар түйеге және оның қалай жаратылғанына қарамай ма, таулардың қалай қағылғанына, жердің қалай төселгеніне деген сияқты аяттар өте көп. Осылардың да бір мағынасын түсіндіріп өтсеңіз. Не себептен Алла тағала бізді соларға қарауға шақырып жатыр? Біз енді бұрында қарап жүрген сияқтымыз, былай түйені көріп жүрміз, енді тауды көріп жүрміз. Енді былай ғой, бір ғалымнан, бұл басқа қарау ма дегенім? Бір ғалымнан жаңағы Құдайды танымайтын, Құдайға сенбейтін біреу келіп сұраған екен. Кәні бір Құдайдың бар екендігін маған көрсететін бір дәлелді айтшы, көрсетші маған. Құдайдың бар екенін білдіретін дәлелді көрсетші деп сұраған кезде жаңағы ғалым айтқан екен, сен Құдайдың жоқ екенін білдіретін бір нәрсені маған көрсетші деп. Алла тағаланың жаратушының жоқ екендігін білдіретін бір құбылысты көрсетші деп жауап берген екен. Бұл жердің бетіндегі әрбір нәрсе Алла тағаланың жаратылысы. Әрбір нәрсе Алла тағаланың құдіретін, Алла тағаланың жаратушылығын, Алла тағаланың бірлігін бізге білдіреді, көрсетеді.
бұл түйе, таулар, ол Алла тағала Құранда келтірген кейбір мысалдар ғана. Әрине ол керемет ерекше жаратылыс. Біз қате түсінеміз кейде Құран бір ғылыми саланың еңбегі деп қабылдап қаламыз да. Құран ол ғылыми саланың еңбегі емес, ол бір медицина саласының, немесе геологияның, немесе археологияның, болмаса бір теңіз асты ғылымдарының, эмбриологияның оның кітабы емес Құран. Құран бізге Алла тағаланы танытатын, Құран бізге екі өмірде біз қалай бақытты боламыз, сол жолды көрсететін, тура жолды бізге нұсқайтын Алла тағаланың сөзі. Бірақ Құран кейбір мысалдарға тоқталады. Сендер мән берсеңдерші деп. Ерекше жаратылыстарға, жаратылыстың барлығы ерекше өзінше. Бірақ ерекше кейбір мысалы бір тамаша жаратылыстарға Алла тағала меңзеп, соған бір ойлануға мысал ретінде айтып өтеді аяттарда. Соның ішінде мысалы жай ғана жаратылыс. Уафи анфусикум афала тубсирун. Алла тағала. Уафи анфусикум афала тубсирун. Сендер өздеріңнің жаратылыстарыңа, өздеріңнің нәпсілеріңе, мынау өздеріңе қарасаңдаршы дейді. Дұрыстап зерттемейсіңдер ме? Тубсирун, дұрыстап үңіліп қарасаңдаршы дейді. Өз бойыңызда баласы. Өз бойыңа қарасай. Қаншама. Бұл да бір мысал. Ол түйеден, таудан, аспаннан, жерден бұрын өзіміз мысал үшін. Адам баласы бір тамшы су. Ары қарата мысал үшін Алла тағала Құранда 14 ғасыр бұрын, жаңа эмбриология деп отырмыз ғой. 14 ғасыр бұрын қандай кезеңдерін өтетінін белгілі бір деңгейде меңзеп ишарат етіп айтып өткен. Хаж сүресінің бірінші бетінде. Ол бірінші бір тамшы су болды. Одан кейін ұйыған қан болды. Одан кейін бір кесек етке айналды. Одан кейін бала болды. Одан кейін сен өмірге келесің. Одан кейін жігіт боласың, азамат боласың. Одан кейін қартаясың деп. Бүкіл кезеңдерді сен мән берсейші соған деп ескертіп кеткен. Бұның барлығы менің құдіретімді, менің ұлықтығымды, менің жаратушылығымды саған көрсетіп тұр ғой деп. Сен егер мықты болсаң, жасамайсың ба сондайды? Егер соны менен басқа біреу жасай алатын болса, неге солай адамды ойлап таппайды? Осы күнге дейін, Осы күнге дейін. Таппайды, ол мүмкін емес қой. Көрдіңіз бе? Қалай бір тамшы судан келеді да, мысалы үшін осылай жаңағы бүкіл әлемге өзінің пікірін жеткізетін, ойын айтатын, бағыт бағдар беретін, бір қоғамды, елді басқаратын адам шығады, ойлап қараңызшы. Ал енді түйенің несі бөлек ол? Түйе себебі араб қоғамында танымал жануар. Араб елінде, араб жерінде танымал жануар, жылқыға қарағанда. Сондықтан Алла тағала түйені айтып отыр бұл жерде. Сендер күнделікті мініп жүрген түйелеріңді, пайдаланып жүрген, сүтін ішіп жүрген, жүнін киіп жүрген түйеге дұрыстап қарасаңдар, сендер жараттыңдар ма оны? Түйенің ерекшеліктері, оның суға шыдамдылығы, оның ыстыққа шыдамдылығы, шөлге шыдамдылығы, оның сүтінің пайдасы, оның қажет болса зәрімен емдеу, оның барлығы ол бөлек әңгіме. Яғни Алла тағала бұл жерде түйені ескерткен кезде сендер дұрыстап үңіліңдер, қаншалықты ерекше жаратылған, ерекше тамаша ойластырылған, соның барлығына қараңдар, пайдасының барлығын дұрыстап зерттеңдер, сөйтіп сол арқылы мені таныңдар деп тұр. Аспан қалай көтерілген, сендердің төбелеріңе түсіп кетпейді. Аспанда мысалы үшін мынау жай бұлттар бар ғой, салмағы тонна ғой. Аспан ар жағын жұлдыз, ай, күн, оны айтпай-ақ қояйық. Галактиканы атпай қояйық дейсіз ғой. Ол жаққа бармай-ақ қояйық. Әшейін бұлт. Біз сәл аспанға ұшақпен көтерілген кезде сол бұлтпен бірге ұша аламыз. Бұлттың ар жағына қажет болса өтіп кетеміз біз. Бұлттың арасынан өткен уақытта самолет белгілі бір деңгейде дірілдейді. Неге? Себебі ол тонна су. Егер сол бұлт тонна су болып бірден түсіп кететін болса, онда мынау қалалар қирап қалады. Су тасқыны болайын деп тұр ғой, Су тасқыны болады, қала қирап қалады. Ойлап қарашы, мысалы үшін қазір бір сосулька машинеңіздің үстінен
ана сосулька дей ма не дейді, иә мұз қатып қалады ғой. мұз. Иә, соның астына көлігіңізді қойып қойдыңыз да, біреу түсіп кететін болса, мысалы үшін көлігіңіздің төбесін немесе жаңағы лобовойын тесіп кетеді мысалы. Керемет. Ол жай ғана сосулька емес, ол кәдімгі тау. Ол түсетін болса қиратып жібереді. Көрдіңіз бе? Сондықтан айтып жатыр. Аспан қалай көтеріліп қойған, түсіп кетпейді, сен қарасайшы, дұрыстап пікірле. Ары қарата аспан ғылымдары, жұлдыздарыңыз бар, галактика бар, ай бар, күн бар, ол аспанның қабаттары бар. Оның барлығын сен зерттейтін болсаң, ол Құдайдың құдіретіне жаңағы көзің жетпеуі, немесе Құдай тағаланың ұлықтығын мойындамауың, жаратушының шеберлігіне бас имеуің мүмкін емес. Мүмкін емес. Көрдіңіз бе? Иә. Сондықтан Алла тағала жай ғана бір меңзеп кетіп жатыр, ишарат жасады. Керемет. Мынау жер қалай төселген, жердің бетіне қарасаңдаршы деп тұр. Жердің бетінде дұрыс, жер негізінде домалақ. Бірақ төселіп қойған бізге, біз көріп тұрғанда жер төселіп тұр, жер бір теп-тегіс секілді, бірақ жер бір планета ретінде ол домалақ, дөңгелек, жұмыртқа тәріздес. Бірақ біз ол төселіп қойған кілемнің үстінде жүргендей, бұл жердің бетінде біз ары бері рахаттанып жүреміз, сапар шегеміз, ол жердің бетіне егін егеміз, көкпарды шабамыз. Сендер қарасаңдар, осыны сендердің ерекше жаңағыдай құдіреттерің, әлеуеттерің болса, өздерің жасап аласыңдар ма? Аламайсыңдар ғой. Алып көріңдер. Керемет. Құранның осындай өзіңіз айтып кеткен қасиеттері қанша айтылса да, Құран ескінің кітабы, бұл тек арабтарға түскен, бүкіл адамзат баласына емес деген сияқты бір жаңсақ пікірлер бар сонда да. Осыған қатысты не айтасыз? Енді Құран бұл біздің дініміз 14 ғасырдан бері бүкіл адамзатқа келген дін екенін дәлелдеген. Бүкіл адамзатқа. Біз 12 ғасырдан бері Аллаға шүкір мұсылманбыз. Жалпы қазақ халқы, түркі халықтары 12 ғасырдан бері осы біздің жерімізге, елімізге ислам келді, мұсылманшылық келді. Құдайға шүкір бабаларымыз бұл дінді ұстанып, ұрпақтан ұрпаққа беріп, үйретіп келе жатыр. Біз бұл дінмен бақытты болмасақ, бұл дінмен дұрыс өмір сүрмесек, басқа бір адасып кеткен немесе бақытсыз болған жайымыз жоқ. Біріншіден. Екіншіден, жалпы ислам 12 ғасырдан бері осы біздің елімізде, жерімізде өмір сүріп жатса да, біздің ұлттық ерекшеліктерімізді, біздің тілімізді жойған ешнәрсе жоқ. Неге? Себебі біріншіден Алла тағала Құранда айтады ғой, «Ма арсалнака илля рахматан лил аламин». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаты. Яғни сені бүкіл әлемге мейірім рахмет етіп жіберді дейді. Бұл біріншіден. Осы аяттың негізінде басқа аяттарда, хадистерде көп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзатқа келген елші. Тек қана арабтарға емес. Біріншіден. Екіншіден, Алла тағала Құранда көптеген аяттарда айтады. Алланың құдіретінің белгілерінен мынау сендердің түстеріңнің, тілдеріңнің әртүрлі болуы дейді. Бұл деген сөз, демек, әрбір ұлттың өзінің тілі, өзінің дәстүрі, өзінің ерекшелігінің болуы, ол Алла тағаланың жердің бетінде қойып қойған заңдылықтарынан. Бұл бірінші мәселе. Сосын Алла тағала тағы бір аятта айтады. Біз сендерді, адамдарды бір ер мен әйелден жараттық дейді. Инна халақнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуубан ва қабаиля литаарафу. Сосын сендерді халықтар, тайпалар, қабилалар етіп жердің бетіне тараттық дейді. Бір-бірлерімен танысуларың үшін дейді. Көрдіңіз бе? Бұл деген сөз, яғни әр жердің бетінде әрбір адамның өзінің атының болуы, оның бір ұлтының болуы, оның бір елінің болуы, бұның барлығын Алла тағала Құранда осылай бізге үйретіп, ол ерекшелік, ол сақталу керек деп білдіріп қойған. Ол сақталып келе жатыр. Егер тек арабтарға түскен дін болатын болса, біріншіден осыншалықты өміршең болмас еді. Қаншама халық, ол
сол бір екі сын айтатын адам ол миллиардтаған халықтан ақылды емес. Халық тек қана қазақ халқы емес, қаншама халықтар біз миллиардтаған қажылыққа, умраға барған уақытта көреміз. Миллиардтаған, жүздеген, мыңдаған, миллиондаған әртүрлі, мысалы үшін жаңағыдай ұлттан болған, елден келген адамдар осы дінді ұстанып, Аллаға жалбарынып, біздің пайғамбарымызға сеніп, өмірін өткізіп жатыр. Поколение. Сол бір екі жаңағы арабқа түскен, бұл біз исламды ұстанатын болсақ араб құл болып кетеміз деген адамдар сол миллиондаған, миллиардтаған халықтан, сонымен қатар біздің ғасырлардан бойы келе жатқан бабаларымыздан ақылды емес, ол біліп қойсын. Адасуы мүмкін, белгілі бір кішігірім топ адасуы мүмкін. Ары кетсе, мысалы үшін бүкіл әлемде бір 50 мыңнан, 60 мыңнан, 70 мыңнан тұратын белгілі бір топ адасып кетуі мүмкін да. Бірақ енді сонша халық, поколение біздің бабаларымыздың барлығы ақымақ болды деп айту, ол сәл қиындау мәселе да. Одан кейінгі мәселе, біз мынау исламның жаңа мен айтқандай еліміздегі нәтижесін көріп отырмыз. Қаншама ғасырдан бері бізді ислам дамытты, өркениетке жетеледі. Біз Орта Азияда әлемде 4 қана кітапхана болған кезде, орта ғасырда ең үлкен кітапхана. Соның біреуі осы Орта Азияда болды. Оны жақсы білеміз. Ал қай жерде кітапхана болса, қай жерде медресе болатын болса, қай жерде мектеп болса, мысалы Самарқандтағы обсерваторияны білеміз, мысалы Регистанды білеміз, Бұхараның қалай мысалы дамығанын білеміз, біздің Түркістан, біздің Берке хандар қаншалықты мысалы Алтын Орданы білеміз. Оның барлығы осы исламның соншалықты дамудың, соншалықты өркениеттің бір жаңағы себебі, бір фактор болып біздің дініміз ислам жүрді. Сондықтан тек қана арабқа телу, егер тек қана арабтың діні немесе арабқа ғана түскен дейтін болсақ, осыншалықты ислам өміршең болмас еді, біріншіден. Екіншіден, исламды қабылдап мұсылман болып өмір сүрген ұлттар арабқа айналып кететін еді. Арабқа айналған жоқ. Қазақ болып қалдық. Өте жақсы айттыңыз. Еркінбек мырза, енді бағана Алақ сүресінің алғашқы аятында Алла тағала айтты ғой, оқы сені жаратқан Раббыңның атымен деп. Демек, аяттың осылай басталуы бәз біреулер айтып жүргендей, ислам, Құран, ғылым мен техникаға қарсы кітап емес қой. Керісінше қолдайтын, білімге шақыратын кітап болып тұр, былайша айтқанда. Осыған не айтасыз? Ең біріншіден бұл аяттар оқу білім бұлғағы дейміз ғой біз. Ең біріншіден бұл аяттар мынау біздің дініміздің, Құранның, білімнің, ғылымның кітабы және білімге, ғылымға үндейтін дін екендігін көрсетеді. Енді мына Ньютон кезінде жердің тартылыс заңын зерттеді ғой. Барлық нәрсе осы жерге тартылып тұратын сөйтсе, одан да пәленбай ғасыр бұрын бұны Әл-Бируни деген мұсылман ғалымы айтып қойған екен да. Жердің барлық жер денелері бір точкаға, жаңағы бір нүктеге тартылады деп. Қарап болсақ, өзіңіз айтқанда жер төселген, мұхиттар ағып кетпейді. Шардан да, жер шарынан. Адамдар құлап кетпейді, жер тартып тұр, қандай керемет. Домалақ. Иә. Жердің домалақтығы. Домалақ. Былай домалақ, мысалы үшін қазір бір жағы экватордан жоғары шыққан уақытта екінші жағы астында тұр. Түсіп кетпейді ғой. Түсіп кетпейді. Негізі біз мысалы үшін жаңағы физикалық өзіміз мынау жердің бетіндегі пендешілік өлшемдермен қарағанда, ол домалақ нәрсенің мына астында төңкерілген уақытта астындағы нәрселер түсіп кету керек төмен қарады. Иә. Себебі біз көріп тұрған домалақ нәрседе тартылыс күші жоқ. Ал анда бар. Жерде бар болып тұрған. Кім оны істей алады Құдайдан басқа? Бір жаратушыдан басқа кім жасай алады оны? Ешкім жасай алмайды оны. Сондықтан бұның барлығы да Құдайдың құдіретін мойындатуға белгілі бір деңгейде сондай бір мысалдар, ескертулер ғой. Ондай өте көп Құранда. Біз қашан пікірлейміз, қашан осының бәрін ойланамыз, осының барлығын дұрыстап білеміз, сол кезде
Құдайды көбірек танимыз, аллаға көбірек жақындаймыз, алланың ұлықтығын көбірек мойындаймыз. Болмаса Құран жаңа мен айтқандай ол медицина саласының немесе бір ғылыми бағыттың еңбегі емес. Бұл Құран Алланың сөзі, негізгі мақсаты адам баласын тура жолға бастау. Бірақ бүкіл жаңағы ғылым мен техниканың негізі Құранда жатыр ғой, былай қарасаңыз, иә. Сосын жаңағы аспан деп айтып кеттіңіз ғой, соны жаңағы ғалымдардың зерттеуі бойынша, енді мен журналистік зерттеу кезінде мынандай мәселелерге тап болдым да. Аспанның жаңағы 7 қабат дейміз ғой, стратосфера, гидросфера, литосфера деп бөлінеді. Соның әрқайсысының өзінің атқаратын қызметі бар екен да. Біреуі жаңағы күн сәулесі келгенде соны бүкіл жер бетіне жай жібереді екен да, жаңағы бір жерге қатты түсіп кетпеу үшін. Екіншісі метеориттер түскен кезде соларды жаңағы майда бөлшектерге бөліп жібереді екен. Тағы біреуі жаңағы озон қабатының жаңағы ауаның дұрыс таралуын қамтамасыз етеді. Осының бәрін енді Алланың ұлылығын танып тұр ғой. Енді бағанағы сондықтан Алла Тағала Құранда айтады: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Шын мәнінде Алла Тағаладан құлдарының арасында ғалымдар көбірек қорқады дейді. Неге? Себебі ғалымдар, Нұреке өзің айтып жатқан, Құдайдың құдіретін көбірек біледі олар. Ғалымдар көбірек қорқады, ғалымдар Құдайды көбірек таниды деп тұр. Керемет. Көрдіңіз бе? Анау біздің көптеген ғалымдарды айтады, мысалы мына кімді айтады? Капитан Кусто бар ғой. Иә. Сол Құдайды мойындаған дейді. Себебі ана теңіз астын, теңіздің ерекшеліктерін, теңіз ғылымын көбірек зерттеп, қазірге дейін ол нәрсе бар. Иә. Тұзды су мен тұщы су мен ащы су бір-біріне қосылмайды. Бірақ бірге тұр, бір жерде тұр. Бірге тұр. Керемет. Мына жақ мысалы басқа түсте, мына жақ басқа түсте, оны біз видеолардан да көріп жүрміз ғой. Құдайдың құдіреті. Мына жақтың өзінің балықтары бар, мына жақтың өзінің балықтары бар. Алла Тағала 14 ғасырдан бұрын соны айтып кеткен. Мына жақ ащы, мына жақ тұщы, бірақ екеуінің арасында қосылмайды, екеуінің арасында сендер көрмейтін тосықты қойып қойдық дейді. Ол тосықты адам баласы қойған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оқуды, жазуды білмейтін пайғамбар. Оқуды, жазуды білмейді. Бұл ғылымның бәрін зерттеген емес. Бұл ғылымның барлығын біреудің алдында отырып тыңдаған емес. Кәдімгі жай ғана мысалы үшін жаңағы сауатсыз болып есептелетін араб қоғамынан, араб отбасынан шыққан Алланың құлы ғой. Өзі солай болды, жазуды, сызуды, оқуды үйрететін мүмкіндігі бар, ата-анасы да болған жоқ. Мектепке беретін, әріп танытатын. Алла Тағаланың бұл жерде үлкен даналығы. Сондай пайғамбар шығарып, сол пайғамбарға осы Құранды үйретіп, сол пайғамбар бізге Құранды жеткізіп, тағы да бізге үлкен жаңағыдай бір ескерту жасап отыр Алла Тағала. Бұл Құран жай еңбек емес, бұл жай бір туынды емес, бұл менің сөзім. Ол пайғамбардың сөзі болса, ол қайдан алды мынаның барлығын деп. Ұлы кітап, ұлы сөз деп тұр ғой. Осыны көргенде Кустоның өзі мойындаған деген бір нелер бар ғой енді. Деректер бар. Деректер бар. Айдың жарылғанына қатысты мысалы үшін. Кім еді? Армстронг еді? Ол айдың белгілі бір замандарда екіге бөлінген, айға шыққан уақытта, айды зерттеген уақытта көрген. Бөлініп қайтадан сол үлкен жарық қалған. Орны болып тұр ғой сонда, бір орны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мұғжизаларынан ғой. Ай екіге бөлінеді, қайтадан ай қосылады. Себебі Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сол мұғжизаны, ерекшелікті береді. Соны мүшриктер талап етеді. Шаман келсе, сен шын мәнінде пайғамбар болсаң, Құдаймен байланысың болса, айды екіге бөліп берші дейді. Шын мәнінде ай бөлінеді. Физически кәдімгі бөлінген ғой, физически бөлінген, ол кәдімгі бір замандарда бөлініп, ай қайтадан қосылғанын кәдімгі дәлелдеп, соны жаңағы айтады өзінің еңбегінде. Бағана бір сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, адам өз бойына қараса да көптеген кереметтерді байқай алады деп ше. Мысалы, осы журналистік зерттеу кезінде көзді қарап отырсам, көзді жаңа GPT-ге айттым да, көзді iPhone 16 мен салыстыршы дедім ғой, жаңа сөйтсем айтады да, iPhone 16-ның ең қазіргі соңғы нұсқасында камерасының түсіру мегапикселі 48 екен да, одан асалмаған екен. Көздікі 575 дейді. Алланың құдіреті. Сондай жаңағы көздің өзі және саусақтың ұшы биометриялық паспорт екен ғой.
қазір мысалы жаңағы қажылыққа барғанда байқаймыз иә, жаңағы саусағымызды қоямыз немесе көзімізді жаңағы не қылады, жаңағы биометриялық паспорт дейді. Осылардың өзі бір таңғалатын нәрсе сияқты. және алла тағала күн мен жаңағы ақиқатында аспандардың және жердің жаратылуында, түн мен күндіздің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар деген ғой. Осы ақыл иелері деген бағана өзіңіз айтқан ғалымдар ма, әлде бұл кеңірек мағынаны қамтый ма? Жалпы бұл жерде ақыл иелері деген жалпы адам баласын айтып отыр. Адам баласын. Сен шын мәнінде ақылдымын десең, шын мәнінде парасаттымын десең, анау жаңағы жануарлардан, хайуанаттардан сен артық болсаң, онда саған үлкен осы мынау жаратылыста ғибрат бар, сен үшін үлкен пайдалы сабақ бар. Сен шын мәнінде ақылды болатын болсаң, онда алла тағаланың құдіретін бұл жаратылыстан көрмеу мүмкін емес деп тұр. Ал оны көрмеген адам демек ақымақ деген сөз. Көрдіңіз бе? Көз бар, бірақ көрмеу деген. Иә, ол ақыл. Ақыл. Лахум құлубун яқилуна биха дейді алла тағала Құранда. Олардың сол жаңағы онымен ақылға келетін жүректері бар деп келеді. Мынау ақылдың негізгі отаны, орны жүрек екен. Көрдіңіз бе? Яғни біз мынау ақылымыз, басымызда миымыз бар, бірақ ақыл жүректе болады дейді. Яғни кімнің жүрегі шын мәнінде көкірек көзі ояу, кімнің жүрегі ояу, тірі, сол демек алла тағаланың құдіретін көре біледі жаратылыстан, алла тағаланың ұлықтығын тани біледі және алла тағаланы мойындайды. Ал көкірек көзі бекетіліп қалған, жүрегі бекетіліп қалған адам, ол алла тағаланың қанша мынау жаратылыстың кереметін ол біліп тұрса да, көріп тұрса да, ол алла тағаланың құдіретін мойындамайды. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл жердегі ақыл иелері деген жалпы адамзаттың ішіндегі осы алла тағаланы тани білетін адамдар, ол ақыл иелері деген сөз. Алла тағаланың жаратылысын пікірлеп, оны дұрыстап ұғынып, алла тағаланың ұлықтығын сол алла тағаланың жаратылысына көре білген адам демек ақыл иелері деп тұр. Қалғандарын алла тағала Құранда қатты айтады. Улайка кал ан'ами бәл хум адалл дейді. Олар мал секілді дейді. Қажет болса малдан да қаттырақ адасып кетеді дейді. Ойланбайтындар ғой сонда. Яғни бұл жаратылыстан Құдайдың құдіретін көре алмағандарды осылай қатты сынайды алла тағала. Қажет болса олардан да қатты адасады дейді. Ал мал әдетте алла тағаланың құдіретін мойындайды. Бірақ оларда ақыл жоқ, инстинкт бар, табиғи оларда болмыс бар, сезім бар. Сонымен алла тағаланың құдіретін жануарлар мойындайды, хайуанаттар мойындайды. Сол алла тағала оларға сызып қойған жаңа заңдылықпен өмір сүреді. Сол заңдылықтан шықпайды олар. Адам баласы адасып кететін болса, онда ол алла тағала сызып қойған заңдылық емес, бүкіл харам нәрсені, бүкіл қылмысты, бүкіл жаман нәрсені бәрін жасайды. Сондықтан алла тағала айтып отыр да, ол мал секілді, одан да қажет болса адасып кеткен олар деп. Құдай тағала адастырмасын. Иә, сондай-ақ енді тағы бір мәселе, алла тағала Құран-ы Кәрімде түйе сияқты мынау 600, 700, 800 келі тартатын жануар дейді ғой, енді 4 түлікпен қатар масаны да мысалға келтіруден ұялмаймыз деген, иә? Тіпті одан да кішісін дейді, және ғалымдар зерттеу кезінде масаның да үстінде өзінің биті болатынын анықтаған екен да. Біз енді қазір жаз келді, маса, шыбын мазамыздап болды ғой, дастарханға қонды ғой, түнде ұйықтатпайды ғой дейміз ғой, бірақ бұл маса мен шыбынның да өзінің жаратылудағы мақсаттары бар екен да. Осы ең кішкентай жәндікті, шіркейді жаратудың өзінен ұялмаймын деп айтуының жаңа бір себебіне де бір тоқталып кетсеңіз. Алла тағала ақиқатты айтудан, алла тағала ақиқатты бізге жеткізуде ешқашан ұялмайды. Ешқандай алла тағала үшін ақиқаттың мәселесі
тұрғанда ешқандай кішкентай үлкен деген мәселе жоқ. Сондықтан Аллаху ла ястахи минал хақ дейді Құранда. Бұл масаның жаратылысы, масаның миссиясы, ол шыбынның рөлі, оның барлығы ол ақиқат. Сондықтан Алла тағала ақиқат болғаннан кейін ол мәселелерді бізге ескертуде ешқандай әбестік көрмейді. Себебі сол арқылы бізге өзінің құдіретін тағы да білдіреді. Сол арқылы бізді өзіне көбірек танытады, өзін бізге деген ғой. Мысалы шыбынның бір қанатында дерт болса, бір қанатында оның не болады? Емі бар, соның шипасы бар. Шипасы, соның жаңағы вакцинасы бар. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, қашан сендердің астарыңа шыбын түсіп кететін болса, онда оны бір батырып алыңдар да лақтырып тастап қайта ана асты іше беріңдер дейді. Себебі бір қанатында ол ғылым қазір дәлелдеп отыр оны. Алла тағала Құранда айтады, сендерден егер шыбын бір нәрсені алып кетсе, сендер оны шыбыннан тартып ала алмайсыңдар дейді. Қазір мысалы біздің асымызға шыбын қонды да, масаға шыбын қонып, ол бір нәрсені асымыздан алды ғой енді, өзінің үлесін. Сол шыбын аузына алып кеткен үлесін біз қайтып шыбыннан тартып ала алмаймыз, мүмкін емес ол. Бұл жерде нені Алла тағала Хаж сүресінде бізге ескертіп отыр? Ла яслубхуму зубабу шай, яғни сендер соншалықты әлсізсіңдер деп отыр. Біздің әлсіздігімізді бізге мойнымызға қойып беріп отыр. Көрдіңіз бе? Бұл жерде жай мәселе тұрған жоқ, сол ақиқат тұр. Бізге үлкен сабақ тұр, ғибрат тұр. Содан кейін Алла тағала кішкентай үлкен демейді, мысалдар келтіреді Құранда. Шыбын бір нәрсені алып кеткен болса, тартып ала алмайсың. Қазір мысалы үшінге тауық бір нәрсені алып кеткен болса, аузында, оны біз тартып ала аламыз. Мысалы да? Бірақ шыбын болмайтын, өте кішкентай, тартып ала алмаймыз оны. Бітті ол, кетті, арғата мүмкін емес. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл мысалдардың барлығы да осындай өзінің рөлі, маңызы, оның әрбір жаратылыстың өзінің жатқышаңдардың мысалы миссиясы бар. Адам баласына қызмет ететін миссиясы бар. Оны біз мынау келте ойлаған кезде түсінбейміз, оны көрмейміз. Бірақ жақсылап жан-жақты қарайтын болсақ, жақсылап пікірлейтін болсақ, сол кезде көреміз оны. Мысалы, жыртқышаңдар жоқ болып кететін болса, онда адамға зияны болатын аурулар жердің бетінде көп тарап кетеді. Баланс бұзылады ғой, баланс бұзылады. Жыртқышаңдар мынау сыртта өліп қалатын өлекселерді олар жеп қояды, сөйтеді. Анау сол өлексенің кесірінен жердің бетінде тарайтын кейбір мысалы жұқпалы ауруларды, басқа да аурулардың алдын алады солай. Әрбір, ол қасқырдың болсын, аюдың болсын, арыстанның болсын, әр қайсысының өзінің миссиясы бар. Көрдіңіз бе? Ол шөппен қоректенетін жануарлар барлығы жабай жануарлар. Оның барлығы мысалы үшін жаңағыдай мәңгі бақи өмір сүрмейді ғой. Белгілі бір жағдаймен олар өледі. Ол елік болсын, ол мысалы үшінге зебра болсын, доңыз болсын, өледі ол белгілі бір. Біреу қартайып өледі, біреу мысалы үшін жаңағы бір нәрсеге ұшырап қалып өледі, біреу бір-бірімен сүзіседі да соңында жарақаттанып, сосын сол жарақаттың кесірінен өледі. Оның барлығы егер жердің бетінде сасып жата беретін болса, онда адамзат ауру болады. Ауаның бәрі бұзылады деген секілді. Көрдіңіз бе? Коронавирустың неше түрі тарайды дейсіз? Түрі тарайды вирустардың. Соның барлығын жеп жоқ қылып жіберетін жыртқышаңдар. Жыртқышаңдардың өзінің миссиясы бар да. Көрдіңіз бе? Алла тағала Құран кәрімде айтады. Саххара лакум ма фис самавати ва ма фил арди жамиан минху. Бұған біз көп мән бермейміз. Жердің бетіндегі, аспандағы әрбір нәрсенің барлығын дейді, сендердің қызметтеріңе Алла тағала беріп қойды дейді. Саххара дейді. Тасхир деген сөз, ол жай сөз емес. Яғни бұл жердің бетіндегі, аспандағы мынау жаратылыстың барлығы адамға қызмет етеді. Адам соншалықты құрметті Алла тағаланың жаратылысы, қазіргі бүкіл ғылыми жаңалықтардың барлығы, айға барып жатырмыз, Марсқа ұшып жатырмыз,
тауды зерттеп жатырмыз, теңіздің барлығын зерттеп жатырмыз, орманы бар, қаласы бар, даласы бар, барлығының айналып келгенде миссиясы адамға пайдалы бір қызметті атқару. Қажет, жаңа жыртқыш аңдарды айтып өтіп жатырмыз. Тәсхир деген ол яғни бір нәрсені қор қылып пайдалану деген сөз. Қор қылып. Қазақтың масқара деген сөзі арабтың мәсхара деген сөзінен шығады. Масқара деп нені айтамыз біз? Бір қор болған нәрсені айтамыз. Яғни масхара деген, яғни қор болған дүние, бір адамды қор қылатын, ұятты қылатын жағдай деген сөз, масхара деген. Ясхаруна минху, яғни ол мазақтады біреуді дейді. Оны кемсітті деген мағынада. Яғни бүкіл мынау жаратылыстың барлығын бізге кәдімгі астымызда жаңағы есек қалай қызмет жасайды, сол секілді біздің қызметімізге беріп қойған Құдай Тағала. Кетке дейін, былайша барлығы тонна былай қарасаңыз. Барлығы адамзатқа қызмет етеді. Бүкіл мынау аспан жердің бетіндегі әрбір Алла Тағаланың жаратылысы адамға қызмет етеді. Валақад каррамна бани адам ва хамалнахум фил барри вал бахр. Яғни адам баласын біз сондай құрметті қылдық, және оны құрлықта, суда тасып қойдық оны ары бері. Өте жақсы сұхбат болып жатыр, Аллаға шүкір. Енді қорытынды сұрақтар ретінде бағана ойлану, ой жүгірту деген нәрселерді айтып жатырмыз. Жақсы ашып бердіңіз. Енді осы Құранға, Алланың жаратылыстарына ой жүгірту, осы Құранның қазақша мағынасын оқумен жүзеге аса ма? Біз әдетте өзіміз жаттап алған бір 10 шақты сүре дейікші, соның өзінің дұрыс мағыналарын білмейміз ғой, шыны керек. Кейде ғана әйтеуір ашып оқимыз. Енді мынандай мәселе ғой. Қазақша мағынасымен оқудың да бір пайдасын. Енді мынандай мәселе ғой. Біз құлшылығымызды жасау үшін, арабша Құран оқып үйренуіміз керек. Құлшылық ол Құрансыз болмайды. Мұсылман. Егер адам баласы мұсылман болса, исламды өзінің діні деп қабылдады, Құранды Алланың сөзі деп қабылдады, арада құлшылық жасау керек. Күнделікті 5 уақыт намаз. Құлшылық Құрансыз жоқ. Ал Құран ол арабша нұсқасы Құран. Бұл бірінші мәселе. Ал енді ол араб тілін меңгеруі әркімнің. Араб тілін Құранды түсінетіндей деңгейде білуі мүмкін емес. Парыз да емес. Ол міндет те емес. Міндет ол құлшылығына жететін арабша. Ал енді Құранның тәлімін үйрену, Құранның мән мағынасына ой жүгірту, оны пікірлеу, ол енді әрбір мұсылманның бойында болу керек қасиет. Бұл Құранның қазіргі мағынасының қазақша аудармасын, орысша аудармасын оқу, ол ең төменгі міндет. Егер біз сонымен ғана шектелетін болсақ, кейде қате түсініп қалуымыз мүмкін. Сондықтан біздің ғұламаларымыз Құранның түсіндірмелерін том етіп жазып кеткен. Әзірге дейін жазылып жатыр. Оны біз тәпсір дейміз. Фәссара деген, яғни бір нәрсенің бетін ашу деген сөз. Ашу. Жасырын сырларды ғой, іштегі. Соларды паш ету деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл Құранның сырларын, мағынасын, мақсатын, кереметін бізге оны паш ететін сол тәпсір. Сол тәпсірді біз дұрыстап білмей, тек қана тікелей мағынасын, аудармаларын ол келте болып қалады, қысқа болып қалады. Ол ең төменгі жаңағы не ғой енді біздің білуіміз керек, жасауымыз керек міндетіміз. Ары қарата ол кеңінен ашып бізге дұрыс түсіндіретін, дұрыс ұғындыратын ол тәпсір. Сондықтан тек мағынасын қысқа аудармасымен шектелмей, мүмкіндік болатын болса, тәпсірлерді оқитын болса, ол қазақша, арабша болсын, болмаса тәпсірден жүріп жатқан сабақтарды, мамандардың дәрістерін тыңдайтын болса, ол Құранның мағынасын, мақсатын ұғынуға, үйренуге көбірек көмектеседі. Ал сосын ең қауіпті нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады. Кім Құранды өзінің ойымен түсініп, соны түсіндіретін болса, айтатын болса, онда ол
тозақтан өзінің орнын дайындай берсін. Мм. Ешқандай мынау тәпсір ғұламалардың еңбектеріне жүгінбей, Өз пікірімен. мамандардың түсіндірмесіне жүгінбей, жай ғана мысалы үшін сол тікелей аудармаларын, мағынасының аудармасын үйреніп алды да болды, Құранда былай екен, олай екен деп жүретін болса, ол кезде ол қате түсініп қалуы мүмкін. Неге? Себебі Құранның қасиеті, ерекшелігі ол жан жақты мағынаны қамтиды. Ал ол мағынаның бәрі бір-бірін толықтырады. Қорытындысы ретінде мынандай бір сұрақ қойсам сізге, бағана сөз басында айтып кеттік қой, енді бүкіл ғылымның негізін мұсылмандар қалаған деп. Бірақ біз содан айырылып қалдық, өкінішке орай. Ғылымның негізін жалғастырып кеткен европалықтар болды, америкалықтар болды, қытайлықтар болды. Енді сол біз бұрынғы негізімізге қайтадан оралу үшін, балаларымызды ғылым мен біліммен шұғылдандыру үшін осы Құран және ғылым тақырыбының маңызы қандай? Қысқаша. Енді ең бірінші мәселе, мен ойлаймын, баланы жастан дейді ғой қазақ. Иә. Осы жас күнінен біз балаларымызды біріншіден оқуға, екіншіден осы Құранмен тәрбиелеуге тырысуымыз керек. Жас күннен. Қазір оқу деген нәрсе қалып бара жатыр. Кітап оқу деген белгілі бір деңгейде мынау қоғамнан жайлап жылыстап бара жатыр. Өкінішке орай. Мынау смартфон, YouTube, қазіргі дамыған технология, диджиталдың заманы, бұл қазіргі біздің балаларымызды, жастарымызды кітап қараудан алып бара жатыр. Чат GPT-ге салады да бүкіл жауаптың бәрін біліп алады да, соны жазады да барып сабағын, тапсырмасын орындап айта салады. Оның барлығы белгілі бір деңгейде мынау біздің қазіргі буынды, жас буынды бір меңіреулікке алып бара жатыр, өкінішке орай. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші кезекте осы оқуға баулу керек, кітап оқуға баулу керек. Оқу, ары қарата оқудан кейін күнделікті мысалы үшін белгілі бір межесі болатын болса, одан кейін бала өзі жеке ойлау, пікірлеу, ұғыну, оның барлығы жайлап қалыптасады. Ал мына смартфонмен, дайын чат GPT-дің жауабымен өмір сүретін ұрпақ, ол келешекте ол кәдімгі меңіреу ұрпақ болады, өкінішке орай. Содан меніңше жастарды сақтандыру керек деп ойлаймын. Ал енді Құранмен қандай кітап оқу өзінше негізгі міндет қой, жалпылама міндет. Құранмен өскен ұрпақ, Құранды кішкентай бала күннен оқып, үйреніп, оны жаттап өскен буында, ол Алла тағаланың оған ерекше сананы, ол буынға, ол ұрпаққа ерекше парасатты, сонымен қатар жүректеріне иманды, іс-әрекеттеріне әдепті, және бойларына инабаттылықты бермеу мүмкін емес. Себебі Құран ол ғасырлардан бері мынау үмметті осы ізгіліктерге тәрбиелеп келе жатқан, осы ерекше қасиеттерге тәрбиелеп келе жатқан Алла тағаланың сөзі. Болашақ ғалымдарды шығаратын осы Құран болып тұр ғой. Ең бірінші Құранды оқып үйреніп, одан кейін жайлап жас келген уақытта мағынасы болса да біздің Құранның тәлімдері, ілімдері, ол өз кезеңімен жастарға белгілі. Қазір мүмкіндік көп, Аллаға шүкір. Мешіттерімізде мысалы үшін үйретеміз, Құран жаттататын орталықтарымыз бар, одан қала берсе медреселеріміз бар. Қазір жаңағы Құран ғылымдарына, Құранның кереметін түсіндіретін мамандарымыз, ғалымдарымыз, Нұр Мүбарак университетінде болсын, біздің муфтиятымызда болсын, жылдан жылға Құдайға шүкір саны артып келе жатыр, көбейіп келе жатыр. Сондықтан қазір мүмкіндік, меніңше ойлаймын, өте көп шаш етектен. Сол мүмкіндіктерді біз барынша пайдалануымыз керек. Жақсы, Алла разы болсын. Алла істеріңізге, жүргізіп жатқан сабақтарыңызға, беріп жатқан ілімдеріңізге береке берсін. Көп рахмет келгеніңізге. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, осымен YouTube жобамыздың алғашқы саны аяқталды. Құран және ғылым тақырыбы бойынша айтар ойларыңыз болса, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.